Бүгінде жастарды екі мәселе тереңінен толғандырады. Біріншісі жайлы жұмыс болса, екіншісі төрт қабырғалы баспана. Араға таныс салса да, қызмет ешқайда қашпас. Алайда құны геометриялық прогрессиямен өсіп бара жатқан пәтер көпшілік үшін қиялға айналып барады. Осы бір арманды жүзеге асыру үшін қолжетімді баспана 2020 жобасы іске қосылды. Алайда бұл бағдарлама жұрттың үйге деген қажеттілігін қанағаттандыра ала ма? Алдағы уақытта жалпы пәтер құны арзандауы мүмкін бе? Талдап көрейік. Армысыздар, құрметті қонақтар, бағдарламамызға қош келіпсіздер. Сонымен баспананың бағасы неге қымбат? Бұл алаң бағдарламасының бүгінгі тақырыбы және көпшіліктің көкейінде жүрген негізгі мәселе. Осы уақытқа дейін біздегі пәтер нарығындағы бағаның соншалықты шарықтап өсуіне кімдер мүдделі болды, кімдер оған түрткі болды, есесіне одан кімдер зардап шекті. Ендеше жақында ғана іске қосылған қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аталған проблемалардың барлығын шешуге қауқарлы ма? Және оған кімдер қатыса алады? Егер қатысса, жастар өз қолына өз пәтерлерінің кілтін қашан ала алады? Аталған сұрақтарға жауап іздемес бұрын қысқаша сюжетке назар аударсақ. Баспана шешілмеген басты мәселе. Бұл бүгінде жастар арасында жүргізілген әлеуметтік сауалнамалардың нәтижесі. Аталған түйткіл ауылдағы азаматтардың қалаға жаппай көше бастауынан соң ушыға түскені мәлім. 2000 жылдардың басынан бері үкімет қос тұрғын үй бағдарламасын іске қосты. Алайда үйге кезекке тұрғандардың қатары азайған жоқ. Жұрттың баспанаға қажеттілігін түсінген банктер мен құрылыс компаниялары 2008 жылы қаржылық дағдарысқа дейін жаңа тұрғын үй кешендерін сала бастады. Осылай пәтер бағасы шарықтап, үкіметтің қадағалауынан шығып кетті. Есесіне халықтың қолына алатын жалақысы мен тұрғын үй бағасы тым алшақтап, қоғам арасында наразылық көбейе түсті. Міне, енді қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы іске қосылды. 5 бағыт бойынша жұмыс істейтін бағдарлама алдыңғы кеткен қателіктерді ескеріп отыр. Енді 120 шаршы метрден жоғары пәтерлер салынбайды. Негізінен 2-3 бөлмелі үйлер. Тұрғын үйлердің өз құны жоғарыламас үшін құрылыс материалдарын шығаратын комбинаттар қатар құрылмақ. Ал дағдарысқа дейін арзан құбыр Қытайдан, қымбат шыны Европадан тасылып, соңында Алматыдағы пәтерлердің құны Париж, Лондондыкімен теңескені есіңізде шығар. Қысқа қайырсақ, негізгі оператор тұрғын үй құрылыс жинақ банкі. Яғни жинақтық жүйеге басымдық беріледі. Үйді 8,5 жылға жалға алып, ақысын төлеп тұрасыз. Мәселен, 60 шаршы метрлі 2 бөлмелі үйдің айлық ақысы 38 000 теңге көлемінде. Осылай 8,5 жылдан соң пәтер өз иелігіңізге өтеді. Ал осы уақытта да төлеп бітпесеңіз, банк 4% мөлшермен тағы 15 жылға несие береді. Жалпы алғанда халық үшін қолжетімді. Бірақ жыл сайынғы жоспар өз уақытында орындала ма? 2020 жылға дейін қанша отбасы өз үйінің кілтін алуы мүмкін? Құрылыс барысында алып сатар, негізсіз мердігер компаниялар шұбырып шықпай ма деген сауалдар тағы бар. Жалпы баспана мәселесін шешуде өзге елдердің тәжірибесін ескеру артықтық қылмайды. Мәселен, Белоруссия құрылыс компанияларын қосымша құн салығынан босатып, таза пайдасын 5%-ға шектеп қойған. Ал Түркияда құрылыс заттарының 95%-ы өз елінде шығарылады. Швецияның тұрғын үй саясатында орталық үкіметтен гөрі жергілікті муниципалитеттің рөлі жоғары. Ал көпшілік елдерде бір емес, бірнеше тұрғын үй бағдарламалар жұмыс істейді. Ендеше жоғарыдағы жағдайды ескеріп, қолжетімді баспана бағдарламасы жұртқа қолжетімді бола ма? Баспана нарығын реттей ала ма? Пәтерге деген көпшіліктің қажеттілігін қанағаттандыра ала ма деген сауалдар тізбегі шыға бермек. Жангелді мырза, бүгін енді ресми статистикаға сенсек, Қазақстанда орташа жалақының көлемі 100 000 теңгенің көлемінде. Бірақ енді шын мәнінде көпшілік азаматтар қолына 60 000, 70 000, кейбіреулері 80 000 теңге алатыны енді жасырын емес. Бірақ барлығының да ниеті біреу. Яғни мүмкіндігі болатын болса, жаңа 2 бөлмелі, 3 бөлмелі пәтер алу. Енді біз нарықты сәл қарап шықтық. Алматы, Астана, Атырау секілді қалаларда
2 бөлмелі, көлемі 60 шаршы метрін құрайтын пәтердің құны, яғни жөнделмеген, енді салынған, 75-80 мың доллардан кем емес. Ендеше осындай табыспен 70-80 мың теңгелік анандай үйді алуға мүмкіндік бар ма бүгінде? Сұрағың мен үшін өте былайша айтқанда қатты. Оған тура жауап бере алмаймын. Неге? Өйткені шынында да ондай жалақымен үй алу мүмкін емес. Алайда нарықтың осындай бір жаңағы айтып өткендей залалы сонда. Ол сұраныс пен ұсыныс. Сұраныс неге осынша ұлғайды десек, ауылдың бәрі қалаға көшті. Оны орысша айтқанда, немесе ғылыми тілмен айтқанда урбанизация деп атайды. Урбанизацияның нәтижесінде көп ауылдар босап қалды, ал оның халқы қалаға құйылды. Енді бұл жерде сұраныс көлемі 44,5% асқан. Ал енді мұндай жағдайда әрине бағаны мемлекетті ешкімде төмендете алмайды. Неге? Өйткені нарықтың аты нарық. Тек қана ақшасы барлар үйді алады, ал үйді алғанда бір емес, бірнеше үйді алады. Және сол үйді жаңағы сіз айтқан 60-70 мың ақша алатындарға жалға береді. Сол арқылы пайда табады. Енді бұған ешқандай тосқауыл қою білмеймін енді. Бұл жерде мен кең айта алмаймын жауап. Рахмет. Кешіріңіз. Исатай мырза, енді қараңыз, Қазақстанның мынау баға нарығының тарихын қарайтын болсақ, өте қызық нәрсе. 2000 жылдарға дейін жалпы тәуелсіздіктен кейін, яғни 91-ден 2001-ге дейін баға тұрақты болып тұрады. Қалай елімізде ипотекалық жүйе енгізілгеннен соң баға бірден шарықтап, яғни 9,5 есеге дейін жоғарылап кетеді. Мұның себебі барлығы арзан несие, банктер алды. Арзан несиені алды, құрылыс компанияларына берді. Олар есесіне жаңа үй салып, сонымен сұранысты бірнеше есеге жоғары көтеріп жіберді дейді. Ал бірақ халықтың табысы оған ілесе алмай қалды. Ілесе алмайды. Мен бұл жерде бір айтқым келгені, 90 жылдардың шын кезде аяқ кезінде, сол Американың өзінде алғашқы белгілері осының біліне бастады. Мыльный пузырь, кәдімгі сабынның көпіршігі сияқты жарылды. А бізге келердің алдында сол мыльный пузырь жаңағы жарылған жерде, Америкада, бізде ол кезде енді басталып жатты, шын айтқан кезде. Бізде де несиені жаппай бере бастады. Біз сол кезде экономика газетінде бұл мәселе айтылған еді. Сол кезде айтылған кезде біздің үкімет тарапынан да мысалға да көп нәрселер жабылып отырды. Шын айтқан кезде кризис жоқ деді ол кезде. Дағдарыс енді келіп жатыр мысалға. Жоқ. Жаппай жабу күйінде қалып отыр. Ал ол біздің халықтың өзінің қалтасына мысалы зиян тигізбесе пайда келген жоқ. Оның барлығы өткен дүние. Бірақ енді өткен дүниеде болса, сәл басқаша қарап көрейікші. Сол кездегі халықтың арасында үлкен шу, ойбай бағаның бәрі өсіп отыр екен. Бүгін ертең банктен ипотекалық несие алып қалу керек. Немесе ертең кешігетін болсаң, келесі айда тағы да 2 есе өсуі мүмкін деген бір ой, сондай бір қалыптасты. Бұған енді риэлторлар да, құрылыс компанияларда, банктер де соған бір жағдай жасап қойды. Түрлі несиелер беріле бастады. Сол кезде үкімет өзінің енді экономикалық бір құралдарын, инструменттерін пайдаланып, жағдайды реттеуге, енді нарықтық экономика болса, соны реттеуге, қадағалауға мүмкіншілік бар ма еді? Мүмкіншілік болды. Сол кезде, мысалға қадағаланған кезде, мұндай жаппай белең алған дағдарыс болмауы мүмкін еді. Мен айтайын деп отырғаным, бұл жерде егер халықтың өзі арасында түсіндіру жұмыстары дұрыс жүргізілген болса, бұндайға бармайтын еді. Өйткені халықтың көбісін айтқан кезде тегін ақшадай көрінді мысалға. Мен бүгін алсам, мысалы, сол кездің өзінде 300 мыңнан бастап миллионға дейін жоғарылай берді мысалға. Сол соманы алған кезде бұлардың ойынша 4-5 жылға деп алады мысалға. Соны мен жауып үлгерем деген ой болды, мақсат. Ал олай емес. Банкте мысалы сол келісім шарттың өзінде көрсетілмеген ұсақ әріптермен қазір де айтылып жүр ғой.
қитұрқы Әрекеттер жолдары болды, әрекеттері болды. Банк сол арқылы өздерінің пайдасын ғана асырып отырды да, халық сол жерден бастап, сол кезден бастап, алған кезден бастап, ұтыла бастады. Марғұлан мырза, біздің үлкен бір дау-дамайымыздың бәрі 2008-ге келді. 2008-де барлығы отырды. Мен жаңағы бір статистиканы қарасам, сол кезде тек қана Алматы қаласының өзінде 920 құрылыс компаниясы лицензия алып үлгерген екен. 450-ге жуық риэлторлық компания тіркелген екен. Олардың тең жартысы жоғалды бүгінде. Енді барлық жағдайды реттеу үшін үкімет қолжетімді баспана 2020-ны жүзеге асырып келе жатыр. 2012 жылы іске қосылды. Бір жылға жақындап қалды. Бүгінгі нәтиже қандай? 2010 жылдары мысалға бір пәтер, бір шаршы метрдің бағасы салынған кезде өздеріңіз білесіздер 50-60 мың теңге болды. Одан кейін 11 жылдары 70 мыңдай болды. Енді нақты осы қолжетімді бағдарламада ең төменгі баға 80 мың теңге, бір шаршы метр. Бүкіл республика бойынша. Астана мен Алматы қаласында сәл көтеріңкі. 140 мың теңге. Ол енді үйдің жайлылығы дейміз ғой, комфортнess. Мысалы, 4-ші сыныпты жайлылығы бар үйлердің бағасы 80 мың теңге. Республика бойынша 3-ші класс жайлылығы болса, онда 90 мың теңге. Ал енді Астана мен Алматы қалаларында 4-ші класс 120 мың теңге, 3-ші сыныпты ол 142 мың теңге. Коммерциялық нарық дейміз ғой. Бір шаршы метр қазір Астана бойынша $2000 орташа баға. Ал енді біздің жаңағы мына бағдарламамен іске асырылып отқан баға 80-90 мың теңге. Айырмашылығын өздеріңіз байқап отырсыздар. Соған байланысты біздің бағдарлама жаңағы қолжеткілікті параметрлар дейміз ғой. Ең басты параметрлар ол кішірек үй салу, шағын, ең төменгі жаңағы мөлшер 35 шаршы метр, бір бөлмелі үйден бастап 35 шаршы метр, үлкені 70-80 шаршы метр. Жаңағы бағаны айтып кеттім. Ол енді 80-90 мың теңге, ол мына тұрғын үй жинақ банкі арқылы салынып жатқан екі бағыт бар. Ол бірінші бүкіл халыққа, бүкіл санаттарына арналған бағдарлама бағыты, екінші жаңа жас отбасыларға арналған бағдарлама. 2015 жылдан бастап республика бойынша 3,5 мың пәтер салынады. Жас отбасылары ғана. Басқаларын санамағанда. Басқалар қосқанда қанша болады? Жалпы? Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, мысалы, жыл сайын бізде 6,5 миллион шаршы метр үй беріледі. Орта есеппен ол қанша пәтер болады? Ол енді жалғыз мемлекет емес, ол жаңағы түгел нелер санағанда инвесторлар, жеке меншіктер салы, 6,5 мың. Ол енді өзіңіз санаңыз, енді 6,5 миллион квадрат метр болса, енді 60-70-ке бөлсеңіз, сондай шығып тұрады. Есеп шығады дейсіз ба? Шығады. Үлкен жыраулардың қысылып тұрғанда мұзекең алып, осы әнді шығарған көрінеді. Өгіз айтатынды оны. Мұзырап қашықтығынан шығарған әні бұл деп. Қалай балымша деп айта аламыз ол әнді? Шынарай мысалы халық әні. Оның ән шығаратын енді реті бар, одан да басқа әндер бар. Бұл халық әнінің мақамымен жаңағы қыздарға арнап айтқан сияқты. Біздің әкелеріміздің айтуынша бұл ән 27-ші жылы шыққан болып есептеледі. Қазақ тілі бабамыздың бабасы. Том өлең жазғанымен шындық өлген ақындардың ақын емес ешбірі. Қазақстанның халық жазушысы Мұхтар Шахановтың шығармашылық кеші. Қазақстан ұлттық арнасында. Қарағандының көкбөрі ақыны Серік Ақсұңқарұлы. Ақын деген мына дүниелік күнделікті күнкөріс, мына күнделікті шіп-жемнен биік тұру керек. Сонда ғана ол ақын болады. Осы сенбіде келбет бағдарламасында. Нұрдәулет мырза, енді өзіңіз білесіз, негізгенді оператор демесек те, осы қолжетімді баспанада негізгі банк өздеріңіз, жалғыз банк. Сол себепті де жинақтық жүйе бұл жерде басымдыққа ие.
Сіздердің осы уақытқа дейін жаңағы өркен, бірнеше бағдарламаларыңыз болды. Сол бағдарламалардың бүгінгі нәтижесі қандай? Енді бұл жерде өкінішке орай пәтерлердің саны шектеулі болғандықтан банк өзінің салымшыларының ішінен іріктеп алады. Іріктеу барысы 3 мақсатпен орындалады. Ол жинақтау жүйесіне қарайды. Жылына қарайды, жиналған сомасына қарайды, және де қалай жиналғанына қарайды. Яғни сіздердікі кім көбірек жинау керек, және кім ұзақ жинау керек? Осы мәселе ғой. Сіздің сұрағыңызға былай айтып өтсем. Жалпы бұл банк 2003 жылдан бері ашылған банк. Бұл банктың жүйесі жинақтаушы жүйе. Сонда орта есепті жалақысы бар адамдарға арналған. Сонда аймай сала отырып, алдына қойған мақсаттарына жетуге мүмкіншілік беріп жатыр. Сонда бұл бағдарлама қолжетімді тұрғын үй 20-20-да сол жинап келіп ай сайын сала отырып, 3 жылдың ішінде алдына қойған мақсатына жартысын жинаған кісілер сонда бірінші тізімде қарастырылады. Бұл бірінші бағдарлама. Енді бұл бағдарлама бойынша міндетті түрде 3 жыл жинау деген шарт емес, өйткені банкте бұдан бөлек 2 займның түрі бар, аралық займ мен алдын ала займ деген. Аралық займға тоқталып өтсек, ол жерде 3 жылды күтпей жарты ақшасын жинап қойған кісілер алғысы келсе, 3 жылды күтпей 8,5%-бен ала алады. Енді бұл 8,5%-ымыз барлық мерзім төлемейді. Ол ең азы 3 жыл өткеннен соң 8,5%-ымыз 5%-ға дейін түседі. Бұл екінші займ түрі. Үшіншісі алдын ала займ. Сонда жартысын жинамаған, 3 жыл күтсі келмейтін кісілер бұл балдық жүйе арқылы өте тұрса, ол кісілер алуға құқылы. Пайыздар 10%. Енді бұл бағдарлама, мемлекеттік бағдарлама болғандықтағынан бюджеттен ақша бөліне отырып, пайыздары түседі. 1%, 1,5%-ға. Осы 3 несиенің біреуін таңдай отырып, ол кісілер бұл мемлекеттік бағдарлама арқылы алады. Болмаса нарықтан өздерін ұнаған, таңдаған үйлерін алады, және де соғуға да алуға болады. Бұған енді осы бағдарламалар бойынша өтініш беріп отқан кісілердің саны жеткілікті ме? Енді жалпы бұлай айтып өтсек, Астана қаласында 2012 жылдан бері, бұл бағдарлама негізі 2011 жылдан бастап пилотный проект ретінде басталды. Сол 2011 жылдан Астана қаласында 2 тұрғын үй кешеніне өтініштер қабылданды да салымшыларға берілді. Тұрғын үйдің құрылыс мерзімі 2 жыл болды ғой сонда? Бір пәтер, бір тұрғын үй кешені 2011 жылы қабылданған, осы биыл тапсырылып жатыр. Ол кісілер осы жақын арада несиелерін ала отырып, сол үйлерге қоныстан алады. Ал осы биылға қарасақ 5 үйге, 5 тұрғын үй кешеніне өтініштер қабылданып жатыр. Соның бірінші үшеуі 18 ақпаннан басталды, 18 сәуірге дейін. Қалған екеуі 2 маусымнан 2 сәуірден 3 маусымға. 5 үйдің жаңағы пәтер көлемі қанша болды? Әр салымшы, қатысқысы келетін салымшы, банктың филиалдарына келе отырып, өздерінің өтініштерін қалдырып, сол таңдаған үйлерге қатыса алады. Түсінікті, ол жаңа 5 үйдің тұрғын үйдің пәтер көлемі қанша болады? Орта есеппен? Орта есеппен айтсақ 1425 пәтер болады. Енді болашақта 20 жылға дейін 7 жыл қалып тұрғы. Болжаммен 7.000-дай пәтер беріледі. Сонда 1000 пәтерден жыл сайын. Рахмет. Исағи мырза, енді негізгі оператор десек те қателеспейміз ғой, тұрғын үй құрылыс жинақ банкін. Жұмысына көңіліңіз тола ма? Жалпы 16 миллион халыққа жыл сайын 5, енді тек қана Астананың өзін алатын болсақ, 5 тұрғын үй аз емес пе? Әрине аз. Бұл жерде шын айтқан кезде жаңа осы қатысып отырған азаматтардың айтып өткеніндей, шынында түсіндіру мәселелері бізде өте баяу жүргізіліп жатыр да. Оны қазір өз банк өкілі айтып отырғандай, шынында да жұмыстар, әжептәуір жұмыстар атқарылып жатыр. Енді соның халыққа жетуі бізде өте қанағаттанарлықсыз деп айтуға болады. Шын айтқан кезде газеттерде, телевидениеде, радиода да бәрінде де атсалысып жатыр. Бар арасында, жоқ деуге болмайды, тоже реклама жүріп жатыр. Жарнама бар. Исағи мырза, бұл жердегі енді түсіндіру мәселесі екінші мәселе шығар. Енді үй салынса, оны иесі табылады. Ал бірақ неге енді біздің үкімет соны үйді арзан әрі жалпы жұртқа көбірек салудың көбірек салуға бұл жерде мүдделі емес құрылыс компанияларының өздері қазір шын айтқан кезде мынау дағдарысқа байланысты көбі шында
салынған үйлердің өзіне таба алмай отыр адамдардың мысалға. Үйлері тұр, пәтерлері дайын, бірақ бағасы қымбат. Сондықтан кейбір жерлерде шынайсы Астана мен Алматыда ерекше байқалады. Ол үйлер жартылай қоныстанған, жартысында бос тұр мысалға. Сол жаңағыда айтқандай еңбекақылары аз азаматтар сол пәтер жалдап қана тұра алады, басқа мүмкіндік жоқ. Бұл жерде тағы да келіп туындайтын мәселе сол халықтың өзі еңбекақыны табатын табыстары теңелмейінше сұраныспен бірге еш уақытта бұл баға төмендей алмайды. Түсінікті, рахмет. Әділбек мырза, енді самұрық қазына кезінде үлескерлердің мәселесін шешіп бергендей болды. Оны ешкім жоққа шығарылмас. Енді 3000 отбасының мәселесін шешу бүгінде ешбір компанияның қолынан келе бермейді. Оны мойындауымыз керек. Бірақ бүгінде мына қолжетімді баспананың ішінде сіздерде оператор ретінде қызмет етіп жатырсыздар. Бірақ сіздердің бағаларыңыз өзгелердікіне қарағанда үкіметтік бағдарлама болса да тым жоғары секілді. Негізгі жаңағы бүгінде сұраныста отырған Алматы, Астанада 180 мың теңге, яғни 1 шаршы метрі. Бұл бағаны төмендету, халыққа қол жетімдетудің басқа амалы жоқ па еді? Біздің халықтың бәрі тек бір-ақ категорияға қаражаттары жоқ, пәтерлерді алынмайды деп, бәрі сол деп айтуға болмайды. Бұл бағдарламаның бір жақсы жері, әрбір азаматқа Қазақстанның өзінің қаражатына байланысты, өзінің мүмкіншілігіне байланысты әрбір бағытты таңдап алуға болады. Енді жаңа айтып кеткен, көбінесе біз осы бағдарлама айтқан кезде бәріміз айтамыз, қаражаты жоқ, мүмкіндігі жоқ деп. Бірақ бізге еске алуымыз керек, статистика бойынша да бүгінгі күні бір адамның басына шаққан кезде 100 мың теңгедей қаражаты бар адамдардың саны 5 миллион 50%-ға жетеді бүкіл жұмысшылардың арасында. Орталық алғанда. Сондықтан да олардың ондай адамдар, бүгінгі ол айтып отырмыз, кіші бизнес істейтін адамдар, үлкен мекемелерде істейтін адамдар, қаражаттары 100 мыңнан да көп адамдар, бүгінгі күні олар да өздеріне баспана алғысы келеді. Олар қайыққа барады. Өйткені жергілікті үкіметке баратын болса, әкімшілікке баратын болса, оған құқы жоқ. Ал нарыққа баратын болса, олардың жаңа айтып өткендей 2.000 доллардан алуға олардың да мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан да осы бағдарламаны жаңа тағы айтып кетейін, бір жақсы осы үміткерлер, осындай азаматтарға арналған бағдарлама болады. Яғни сіздердің негізгі клиенттеріңіз сонда нақты қалтасында бар, қалтасында ақшасы бар, бірақ баспанасы жоқ азаматтар. Баспанасы жоқ азаматтар, бірақ бүгінгі күнгі нарықтағы пәтерлерді сатып алуға мүмкіншілігі жоқ. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, егер бүгінгі нарықта 2.000-3.000 доллар болатын болса, Алматы Астанада, біздің осы Алматы Астана бойынша қойып отқан бағаларымыз 1200 доллардың маңайы болып отыр. Данияр мырза, енді сіздердің жұмыс істейтін Биайгруп компаниясы Астанадағы, Алматыдағы негізгі ірі деген құрылыс холдингтерінің қатарына жатады. Бүгінде енді тек қана сіздер ғана емес, басқа да құрылыс компаниялары өздері салатын болса, яғни ешбір үкіметтік мемлекеттің бағдарламасына қатыспай, онда орташа 1 шаршы метр үйді, олар әрбір шаршы метрін бір үйдің 1500-1600 доллардан жоғары қояды. Төмен түсіретін ешбірін көрген жоқпыз. Бірақ енді кейбір сарапшылар Алматыда, Астанада мүмкіншілік болатын болса, яғни шын мәнінде әрбір шаршы метрді 700-800 долларға салуға мүмкіндік бар дейді. Осы рас па? Жалпы осы сомаға үй салуға болады ма? Менің ойымша ол бағам үй соғуға болады, бірақ ол үйді соғып жатқан өздеріңізде естіп жатқан шығарсыздар. Болады кейбір, мысалы, тоғыр компаниялар болады. Соғатта бір объекті бітіргеннен кейін компанияның жабаты нарықтан жоғалып кетеді. Оның кейінгі проблемаларын жауап беретін, солар негізінде олар жоқ болып кетеді. Егер нарықта отырып, өзінің бүкіл проблемаларын жауап беретіндей болатын болсақ, ертең 1-2 жылдан кейін пәтерді алған клиенттер наразы болмайтындай қылып істейтін болсақ, онда ол 700-800 доллар деген баға менің ойымша мүмкін емес. Өйткені қазір күннен күнге кірпіштің де бағасы қымбаттайды. Мұнайдың бағасы қымбаттағаннан кейін басқа бағалар да өте қатты қымбаттап кетеді мысалы. Яғни пәтердің бағасына ең бірінші не ықпал етеді? Қандай факторлар ықпал етеді? Бүгінде. Оған бірнеше фактор ықпал етеді негізінен. Бір ғана фактор. Мәселен, инженерлік жүйелер тарту. Ол жағынан мысалы өкіметтен көмек алуға болар еді.
Одан кейін жердің өзін табу, мысалы. Оның өзі үлкен бір проблема болып келеді. Мысалы, бағанағы операторлармен бірге қосылып үйді соғатын болсақ, бағанағы $1200-1100 шамасында үй соғатын болсақ, болады негізінде, тіптен пайдасы жоқ бизнес деп айта алмайсың. Болады негізінде пайдасы, бірақ, мысалы дейік, Астананың немесе Алматының өзінің қалалық архитектурасын өзінің сұраныстары бар. Мысалы, сыртқы фасадтар травертин, гранит болу керек. Оларды сен өте алмайсың. Сыртынан... Ол өте қымбат материал ғой. Өте қымбат материалдар. Олардың сұраныстарын орындаған кезде бағаның өзі де қымбаттап кетеді. Сондықтан бұл жерде... Компаниялар сол себепті үкіметпен әріптес болуға мүдделі емес дейсіз ба? Біздің жағдайда қиын болады. Бұл жерде тағы мәселе бар. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлген жоқпын. Мен айтқым келгені, бізде, шын айтса, өзіміздің отандық өнімдер, шын айтқан кезде, осы құрылыс саласында ғана пайдаланатын өз мүмкіндігіміз бар. Бір ғана мысал, Жамбыл облысында цемент шығаратын үлкен завод ашылды. Былтырғы где-то күздің кезінде сондай ақпарат болды. Енді қарасаңыз, сол завод Балқаш көлінің айналасындағы салынған нәрсе, барлық қиыршық тас та, құм да бәрі де айналасында, жақын жерде. Темір жолға жақын. Сол заводты менің білуімше шетелдік құрылғылар қойды. Ол ешқандай шетелдік қазіргі мақтаулы жаңағы цемент шығарып жатқан заводтардың біреуінен кем түспейді, артық болмаса. Және бұл өзіміздің өнім. Сондықтан ол арзанға түсіреді. Қазір мына құрылыс компаниясының өкілі айтып отырғандай, шынында да сол өнімдерді сырттан тасығанша неге өзімізден шығармасқа? Республикамызда домостроительный комбинат дейміз, орысша айтқанда тұрғын үй комбинаттар 16 жоба іске асырылып жатыр. Бүкіл республика бойынша, мысалы Астана қаласында бұл енді Шар құрылыс компаниясы өзіне алып отыр. Содан кейін Базиса. Сол 2 ДСК осы Астанада құрылады. Қалғандары республика бойынша. Бұл енді бұрынғы үлкен панель дейміз ғой, соған жаңағы қарастырылған механизмі, жаңағы шетелден көбінесе. Енді қараңыз, былай жатқан кезінде өзіміздің өнімді өзіміз шығарамыз. Енді жалпы алған кезінде сол 12-сі 16-сы соғылды делік. Ол жаңағы бағаның қанша пайызына әсер етеді төмендеуіне? Орта есеппен. Енді мен ойлаймын, бұл енді жаңағы завод дейміз ғой, заводта шығарылған өнім 95-90% дайын болады. Дайындығымен жаңағы құрылыс площадкасына келеді. Құрылыс площадкасында келгеннен кейін қысы-жазы монтаж жасау болады. Ол біріншіден жаңағы мерзімі қысқарады, 2 есе, мысалға үйді салу. Содан жаңағы жұмыс азайғаннан кейін құрылыс площадкадағы адам саны азаяды. Бүкіл заводта есептеледі, шығарады. Соған қарағанда біз ойлаймыз, бұл жаңағы 80-90 деп отырмыз ғой жалпы баға. Содан төмен болады ма деп ойлаймыз. Осы жаңағы іске асқаннан кейін комбинаттар жұмыс істеп кетсе, мысалы осы 13 жылдан бастап өнім шығаратын болады кейбір комбинаттар. Яғни мысалға қазір енді Астанада әрбір шаршы метр $1500 болатын болса, 1200-ге түсуі мүмкін бе? Әрбір шаршы метр 1500 болмайды ғой. Жоқ, енді нарықтық бағаны айтамын. Нарықтық бағаны айтамын. Жоқ, бұл нарықтық баға емес. Бұл жаңа үкімет жаңа қолдау көрсетіп отырған жаңағы 5-6 бағыт деп отырмыз ғой, сол бағыттарға арналған ДСК соларға ғана жұмыс істейді. Жекеменшіктерге жұмыс істейді? Жекеменшіктерге кейін жұмыс істейді, ол артылып жатса жаңағы өздерінен. Түсініп отырсыз ба? Рахмет. Мына ініміз бастады ғой. Барлық бәле жердің бағасында. Орналасқан жерде. Анау бетпақталаның ан жағынан бір жігіт, бер жағынан бір жігіт. Бетпақталада жолғады ғой. Анау отырып апты. Сонда келіп, ары жылжыш, мен де отырайын деп. Жер жетпей атыр. Міне мәселе қайда. Жердің бағасы қымбаттап, бостан босқа оны қалай қымбаттатып атыр? Кім қымбаттатып атыр? Міне мәселе сонда. Әйтпесе, мысалы, жаңағы бұғысы да жауап бере алмайды. Әр шаршы метрдің бағасы неден қымбаттап отыр? Жердің бағасының қымбатынан. Бізде жер жетіп атыр ғой, неге соны қымбаттатады? Кім қымбаттатады? Соны сұрау керек. Мырза, бұны ескердіңіздер ме? Енді осы бағдарламаны дайындау барысында?
Бұл енді сұрақ біздің тараптан емес, енді жалпы. Жалпы енді ескеру керек қой, бағын мәселесі. Түсініп отырмын, иә. Бұл енді... Әкімшіліктердің мәселесі ме, бұл сіздерге қарамайды ғой? Әкімшіліктер бізге қарамайды, енді әкімшіліктер... Енді біз Астана қаласы әкімшілігінің өкілін шақырған, енді келуден бас тартты, не істейміз енді. Жангелді мырза, өзге елдердің жаңағы тәжірибесін қарайтын болсақ, шынында бағаны реттеудің бірнеше механизмі бар екен. Мәселен, Беларусияда құрылыс компанияларының қосымша құн салығын босатқан. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе Түркиядағы. Жаңағы сюжетте айтылып кетті, ол отандық нарықтан 95% өзінің құрылыс материалдары отандықтық екен. Тамаша. Немесе екінші мәселе бар, ол Кореяда, яғни бір адам 10 пәтер, 15 пәтер алмас үшін пәтер салып қойған. Яғни бір пәтерің болса 10% төлесің, 2 пәтерің болса 20%, 3 пәтер болса 30% салық төлеп кете бересің. Осындай механизмдерді қайсысы бізге тиімді? Бірінші кезекте біз әрбір азамат Қазақстанның баспанасыз жүрмеуін талап етуіміз керек. Оны әрбірдесін азаматтық кодекске кіргізуге болады. Азаматтық кодексіміз бар емес пе? Соған кіргізу керек. Әрбір қазақтың азаматында баспанасы болу керек. Ол баспана кем дегенде жаңағы 50 шаршы метр ме сондай. Оны біз заңдастырған жоқпыз, бір. Екінші, бізде көбінесе, мен өткен жолы бір сіздің хабарыңызды айтқамды, бізде осында бұрынғы тұрған халық көпшілігі қазақ емес, басқа ұлттар бар ғой, солар бірнеше пәтер алған уақытында. Уақытында оны жасыратын ештеңе жоқ. Казахский квартира деген не 5, не бірінші қабат болатынды. Казахский квартира деген. Неге? 8% ғана қазақ болды осы қалада. Одан бергі... Өткен дүние ғой, енді өтті. Алдағы уақытта не істейміз? Енді тұратырыңыз. Сол кездегілер 5-6 пәтер алып, 5-6 пәтер алып, біздің ағайындарымызды соған жіберіп, содан табыс тауып батыр. Содан шалқасынан шылқып бай батыр. Ал біздің ан жақтан, мын жақтан келген қазақи балапандар соның зиянын шегіп батыр. Кезінде 90 жылдары білесіз, Жәке, басқалар да біледі. Жилье 1990 деген бағдарлама болды. Бүкіл мемлекет бойынша. Сол бойынша 91 деді, да? Дұрыс. Иә, жилье 91. Бірақ мемлекет тарапынан қабылданды. Бірталай адам үй алып қалды сол кезде. Өйткені мемлекет өзі көңіл бөліп отыр. Өзі қадағалайды. Өзі үй салуға өзі көмектеседі. Міне. Жоқ, енді ол социалист кезең еді ғой. Енді қазір нарықтық экономиканы соған келтіру керек. Мен айтып отырған мемлекет осыған ұқсас бағдарлама қабылдау керек. Мынау 20-20 сияқты керек нәрсе. Бірақ бұны тек қана қалталылар, ақшасы барлар ғана пайдалана алады. Қалған қарапайым халық отыр, бәрібір. Міне көздері бозарып, алдымызда қыздар отыр. Сұрап көріңізші, қайсы өзінің үйі бар? Түсінікті. Рахмет. Енді дәл осы сауалды біз халықтан сұрап көрдік. Жауабын тыңдап көрейік. Баспанаңыз бар ма? Баспанам жоқ, бірақ мемлекеттік қызметкер ретінде мемлекеттік неде тұрмын. Кезекте ма? Кезекте тұрмын, мемлекеттік қызмет. Бірақ жеке баспанам жоқ, туысқандарыммен тұрамын. Ал кезекте қаншасыншы орында тұрсыз? Жақындады ма? 4842 орында тұрғанмын. Демек, қанша жылда аласыз баспана? Әзір бір 5-6 жылдың көлемінде деп ойлаймын. Баспана алудың жолын қарастырып көрдіңіз ба? Көріп жатырмын, соны іздестіріп жатырмын. Нәтиже бар ма? Пока жоқ. Жас семьямыз білмейміз қалай болатынымызды. Жердің өзі қымбат, жер алудың өзі қиын қазір жастарға. Не то, что былай баспана салып бір жерден. Бірінші жер беру керек. Чтоб жастар үй салып баспана болу үшін. Біздер жер сатып алдық, жаймен өзіміз үй салып жатырмыз. Қазірше туыстардың үйінде жүрміз, жалдап пәтерлерде тұрдық. Ал бұған дейін мысалы мемлекеттік бағдарламамен немесе несиемен алып көрмедіңіздер ма? Онда ұмтылған жоқсыздар ма? Сол бағдарламаға жету қиын болып тұр ғой өзі.
оның қаншама құжаттар дайындайсың. Оны мен дайындағанмен өтіп жатқан адам шамалы. Қалай алмақсыз? Білмедім. Рахмет. Енді өздеріңіз көрдіңіздер. Біз дәл осы сауалды, яғни баспананы қай жолмен алмақшысыз деген сауалды ғаламторда да қойып көрдік. Нәтиже мынадай болды. Баспанаға қалай қол жеткізуді жоспарлап отырсыз дегенге халық былайша жауап берді. 44% жер сатып алып үй саламын дейді. 19% үкіметтің бағдарламасынан үміттімін дейді. 18% өз қаражатымды жинаймын дейді. Және де 17% банктен ипотекалық несие аламын деп жоспарлап отыр. Енді шында әлде болса сол ауылдан шыққандар көп пе, ауылдық әдіспен тек қана жер салып үй алу ғана тиімді болып тұрған секілді. Диана ханым, енді өзіңіз риэлторсыз, бұл жердегі нарықта енді құрылыс компаниялары енді өзінің пікірін айту мүмкін, үкімет тарапы. Бірақ сіздер сол клиенттермен тікелей жұмыс істейсіздер. Бүгінде кімдер? Негізінен сіздердің клиенттеріңіз болып табылады. Және де сатып алушылар мен сатушылардың арақатынасы қандай? Бұл жердегі барлық сұрақтарыңызды тыңдап отырмын, әрқайсының пікірін жеке-жеке. Әрине барлық кезде қиындықтың бәрі қарапайым халыққа келіп тіреледі. Күн өскен сайын пәтердің бағасы өсіп жатыр. Қаланың сол жағалауы, қаланың оң жағалауы деп элитный район, простой район деп адамдар бөліп алған өздері. Бірақ ол райондардағы үйлердің сыртының разницасы айырмашылығы болғанымен, сапасында ешқандай айырмашылық көріп жүрген жоқпыз. Біз күнделікті жоқ дегенде 5-6 пәтерге кіріп шығамыз. Әрқайсының кем дегенде 2-3 өзінше проблемасы болады әр пәтердің. Бірақ бағасы бәрінде жоғары. Бәрінде баға жоғары. Қаланың сол жағалауында сатып алу бағасы $2000 жоғары қарай, 2000 ақш долларынан жоғары қарай, бір шаршы метріне $3200-$3700 дейін барады. Егер ішінде евро ремонт деп айтады. Солай жасаса, егер өздері, онда бағасы $3700 дейін барады. Ол тұрған районына байланысты, салынған материалына байланысты деп айтады. Енді қараңыз, мысалы, орта есеппен сол жағалауда болсын, 2 бөлмелі пәтер. Егер көлемі 60 шаршы метр болатын болса, құны қанша болады? Бір шаршы метріне қаланың шетінде қалып кеткен, қазіргі 12-ші магистрал деп айтады, немесе 188-ші көше, 186-ші көше деп айтады. Начало Сейфуллина деп айтады сол жақты. Сол жақтардың өзінде бір шаршы метріне застройщиктердің, жаңағы құрылыс компанияларының жасап берген ремонтымен сататын болса, кем дегенде $1700 ақш долларын сұрайды. Яғни, бір шаршы метрге. Жалпы құны? Жалпы құны $100,000, $90,000 ол ең төменгі баға 2 бөлмелік пәтерге. Ал егер жөні түзу жаңағы жөні түзу біздің жаңағы самұрық қазына арнайы салған деп айтады, Қазмұнайгаздық қызметкерлерге арналып салынған домдар деп айтылады. Ондай үйлерде баға $2700-дан $3700 дейін барады. Онда жаңағы 60 шаршы метрлік 2 бөлмелі үйіміз қанша болады? Ол жерде 60 шаршы метрлік 1 бөлмелі пәтер болады. Жоқ, құны қанша болады? Құны сонда орта есеппен алғанда $120,000-дан жоғары қарай $250,000-ға дейін барады. Көбінде кімдер сатып алады сіздерден? Көбінде әрине мемлекеттік қызметкерлер тек қана ипотекамен алады. Жоғарғы қызметте отырған адамдар алады. Яғни шенеуніктер алады? Шенеуніктер. Әрине олар бізге қызметін айтпайды, бірақ жүрген жүрісінен, қандай көлік мінгеннен біз примерно өзіміз білеміз. Қандай адамдар екенін. Яғни нөмірлі көліктермен келеді? Мемлекеттік көреміз. Біз олардан ондай қандай қызметте істейсіз деп сұрауға біз құқығымыз жоқ олай сұрауға. Түсінікті. Яғни негізден сол жаңа шенеуніктер сатып алады? Бір адамның басында 5-6 пәтерге дейін болады. Бірақ оны туыстарының, балаларының аттарына өткізіп қояды. Бізде бар, конечно, айтқаным дұрыс емес те шығар, бірақ бір адамның басында 12 пәтер бар. Соны 12 пәтерді арендаға беріп қояды адамдарға. Сонымен өмір сүре береді? Сонымен, айында ақшасын жинап өмір сүретін адамдар бар. Әрқайсысын енді 100 бір бөлмелі пәтер қазір қаланың сол жағалауында 90,000-нан жоғары қарай арендаға. Қаланың сол жағалауында 80,000-нан жоғары қарай тұрады. Бір бөлмелі 10 пәтері бар адамға айында 800,000 ақша түсіп отырады. Сататындар кімдер көбінесе пәтерлерді? Сататындар пәтері ескірсе сатады.
жаңа долевой деп айтады. Жаңадан құрылыс компаниялары әлі салады ғой. Даже бітпеген үйлерді сатуға қояды. 1 квадрат метріне 1200-1400 доллардан сұрайды. Соларға салып тастайды. Бір бөлмелі пәтердің ақшасына 2 жылдан кейін 3-4 бөлмелі пәтер сатып алады. Рахмет. Жаңа айтып жатыр бұл кісілер 5-6 үйі бар деп. Жалпы жаңағы бағдарлама қатысушы бүкіл бағыттарға сай келетін болса, түгеліне өтініш бере алады. Мысалы, 4-5 бағытқа. Бірақ бағдарлама жазылып кеткен. Әрбір бағыттан қайсынан бірінші үй алады, сол үйді өзіне алады. Болды, қалғандарынан ол неден шығарылып тастайды. Енді Марламызға қараңызшы. Мен мәселен жаңағы Диана ханым айтып тұрған шенеуніктің бірі болармын. Менің иелігімде шын мәнінде 5-6 пәтер бар, бірақ оның ешқайсысы менің атымда жазылмаған. Біреу әжемде, біреу атамда дегендей. Егер мен сіздерге тағы да қатысып, жаңағы тағы да кезекте бір пәтерлі болуы әбден мүмкін ғой. Олардың алдын алу үшін не істеп жатсыздар? Қазір мен айтайын. Бағдарламада шектеулі қойылған. Мысалы, жаңағы жергілікті атқарушы органдар арқылы жаңағы кезек бар ғой жаңағы әкімшіліктегі. Ондағы жаңағы бір несі жаңағы 5 жыл бұдан осыдан бұрын, мысалы, бүгін өтініш берсеңіз, 5 жыл бұрын үйіңіз болмау керек, мысалы, Астанада. Ол тексеріледі. Жаңағы тұрғын үй құрылыс жинақ банкісі, ол да ондай несі бар, требование дейміз ғой. Ол жаңағы, талап. Ол үйі болса, мысалы, 4 жыл бұрын, ол өшіртке тұра алмайды кезекке. Ешқайсысын өзінің атына жазбайды дейді, мысалға, оны. Оны енді ол оны қалай тексересіздер енді? Ол енді мысалы, финансовый полиция тексеруге шығар мүмкін, басқа. Қаржылық полицияға өтініш түспесе, олар тексермейді олар. Біздің алаңның сұрағы емес ол, кімнің неше пәтері бар екен. Біз ондай сұрақ жүргіздік. Кейбір адамдар болады, мемлекеттік қызметкерлер документін көрсетіп жүреді бізге. Мына тексеріп алыңдар, ешқандай проблемаларың болмайды. Мен мемлекеттік қызметкермін, маған да кесірі тимеу керек деп. Ал жоғарғы қызметте істейтін адамдар, сендер кімсіңдер біздің құжатты тексеретін деп айтады бізге. Сондықтан біз егер адамдар бізбен жақсы қарым-қатынаста болса, конечно, онда тексере аламыз. Егер өздері бізге айқайлап тұрса, біз олардан еш нәрсе сұрай алмай қаламыз. Мынау пәтерлердің қымбаты, мынау баспана бағасы неге қымбат? Арзандайтыны сөзсіз. Егер де жаңағындай чугунолитейный арматура шығаратын. Арматура деген бүкіл құрылыстың негізін қазір арматура. Ол өзімізде шығарсақ, тағы да арзандайды. Арзандату бағаны оп-оңай өз қолымызда. Ол үшін өз өндірісімізді қайтадан жандандыруымыз керек. Құрған дүниені жаңғыртуымыз керек. Басқа қандай бұл жерде айтатын тіпті сауал жоқ. Және жерді неге қымбаттататынын ана кісілерден сұрау керек. Түсінікті. Рахмет. Енді қосымша бір факт айтып кетейін. Тек қана шеге сатып алуға Қазақстан жылына $50 миллион бөледі. Құрметті қонақтар, бағдарламамыз қорытындыласақ. Бүгінгі тақырыбымыз енді баспананың бағасы неге қымбат? Осы сұраққа енді жауап беруге тырыстық. Ал енді жастардың осы бағдарламадан кейін қоятын тағы бір сауал болады. Мен жаспын, жас отбасы құрдым. Енді үйді, баспананы жылдам алу үшін не істеуім қажет деген сауал туындайды. Сол жастарға қандай кеңес бересіздер? Қысқа нұсқа. Нұрдәулет мырза. Жаңа біз айтып өттік, 8 жыл деген ол максималды мерзім. Одан бөлек егерде ертерек алам деген кісілер болса, 3 жылдық жинау мерзімдері бар. Жаңада басқа несиен түрлері қарастырылған. Жалақылары және де төлейтін сомалары әр жас отбасыға тиімді болса, 8 жылға дейін күтпей өз меншіктеріне ала алады бұл бағдарлама бойынша. Жас отбасылардың тармағы бойынша. Рахмет. Әділбек мырза, қандай кеңес бересіз жастарға? Ең бірінші кеңесіміз жастар өздерінің білімдерін көтеріп, жақсы жұмыстарға орналасып, жақсы табыс тапса, олардың келешегі болады деп ойлаймыз. Бүгінгі күні жаңа ғана риэлтор қарындас айтып кетті. Бүгінгі күні 90 мыңға теңгеге дейін осы жерде жалға алып отырған. Біздің бағдарлама бойынша қордың сол 90 мың теңгеге төлеп, ертең оның бір 10-15 жылдан кейін соның иесі болып шыға келуге болады. Сондықтан да ең бастысы осы азаматтар, жастар жұмысқа қатысуы тиіс. Исатай мырза, қандай кеңес? Жастар жігерлірек болу керек, менің түсінігімше. Қазіргі заманда шынында да мүмкіндік бар, жастардың бойында жігерлері бар. Соны пайдаланып, шынын айтса.
өздері талпыну керек. Сонда жетеді. Жас отбасы үй алу үшін ең төменгі жалақы деңгейі, жаңағы жалпы семьяның екеуінде мысалы 74.640 теңге болу керек. Одан аз болса, онда банк алмайды мұны. Сондан кейін ең биік жаңағы деңгей 220.000 теңге. Екеуі жұмыс істесе, бұл осы жаңағы вилка дейміз ғой, осының ішінде болса табыстары, сонда қатыса алады. Одан көп болса, ол жаңағы нарықтан алады. Соған байланысты жастарға айтатыным бұл енді жастардың үкіметтік бағдарламаға қатысты дейсіз ғой? Иә, жұмысы болу керек ең басты. Жаңағы сәйкес келу керек талаптарына, содан кейін қатысуға 100% мүмкіндігі бар. 2000 жылдардағы ашы тәжірибемізді ескерсек, онда алдағы уақытта пәтер құнының төмендеуі екіталай. Себебі салынып жатқан жаңа үйлердің бағасы қымбат. Сол үшін де үкімет қолжетімді баспана 2020 жобасын іске қосты. Нәтижесін уақыт көрсетер. Ал арзан үйге қалай жылдам қол жеткіземіз деген сауалға жауап біреу шығар. Өз еңбегіңізге, өз біліміңізге және тек өзіңізге ғана сеніңіз. Басқа айтарымыз да жоқ. Келесі аптада кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.